Баршаңызға қайырлы күн достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін осындай өте керемет ұнды қуырдақтың рецептісімен бөлісетін боламын. Өте дәмді болып шығады, дәмі тілі үйіретін, өте керемет. Міндетті түрде жасап көріңіздер және видеоны соңына дейін көріңіздер. Маған лайк басып, комментарий жазып, қолдау көрсетіп кетіңіздер. Барлық құрамдарын төменге жазып қалдырамын. Ең әуелі қазанымызға сұйық майымызды құйып, қыздырып, үстіне ұсақтап туралған етімізді саламыз. Етімізді әбден қыздырып аламыз, қуырып. Мұнан кейін үстіне ұсақтап туралған жуамызды салып қуырып аламыз. Астын қатты отта араластырып, осылай әбден қуырып аламыз. Дәміне қарай тұз бұрышымызды саламыз. Қақпағын жауып, 10 минуттай қуырып аламыз. Етіміз қуырылып болғанша, біз сәбізімізді турап дайындап аламыз. Сәбізімізді осылай сопақша етіп, видеодағыдай турасаңыздар болады. Етіміз қуырылғаннан кейін үстіне кішкене су құямыз. Суымызды құйып, астын баяу отта 1 сағатқа қалдырамыз. Етіміз 1 сағатта дайын болғанша біз қамырымызды дайындаймыз. Қамырымызды дайындау үшін ең алдымен ұнымызды, жұмыртқамызды және тұзымызбен суымыз қажет. Суымызды құйып, қамырымызды әбден басып аламыз. Иі қанғанша қамырымызды басамыз. Қамырымыз өте жұқа, әдемі болып шығу үшін иі қанғанша міндетті түрде қаттырақ басып аласыздар. Мен термомикспен 20 секундта басып алдым. Қамырымыз дайын болған соң 2 бөлікке бөліп, қамырымызды осылай видеодағыдай басып, үстінен ысамыз. Осы кезде пешімізді 200 градусқа қойып, қыздырып аламыз. Протеинімізді әбден қыздырып, дайындап қоямыз. Нанымызды жұп-жұқа етіп жайып, 4 бөлікке бөлеміз. Протеинімізді қыздырылған протеиніміздің үстіне осылай қамырымызды саламыз. Екі жағын осылай қыздырып аламыз. Әрбір бөліктерін осылай протеинімізді қыздырып жасайтын боламыз. Енді дайын болған қамырымызды бір-бірінің үстіне салып, осылай рулет тәрізді ораймыз. Орап алып, осылай видеодағыдай кесіп шығамыз. Барлығын осылай кесіп шығамыз. Қолымызбен арасында ашып тұрамыз. Етіміз піскеннен кейін қазанымызды ашып, үстіне туралған сәбізімізді саламыз. 5 минуттай пісіріп аламыз. Өте қатты езбей жібермеңіздер. Әйтпесе наныңыз жабысып қалуы мүмкін. Суы аз болса, кішкене суымызды құямыз. Сәбізіміз дайын болғаннан кейін үстіне қамырымызды саламыз. Барлығын осылай салып, астын баяу отта қоямыз. Кішкене үстіне суы аз болса, су құясыздар. Егер суыңыз көп болса, құюдың қажеті жоқ. Шанышқының көмегімен осылай араластырып аламыз. Қақпағын жауып, баяу отта 15-20 минуттай пісіріп аламыз. Піскеннен кейін тағы да шанышқының көмегімен арасын ашып жібереміз. Біздің ұнды қуырдағымыз дайын болды. Өте керемет болып шығады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Дәмі балаларыңызға да ұнайтын болады. Тауысып жеп қояды. Өте керемет. Міндетті түрде пісіріп жасап көріңіздер. Және видеоны соңына дейін көрген болсаңыздар, маған тіркелуді ұмытпаңыздар.